Әр өлеңі бір әлем. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Сіздермен құрметті оқырмандар, Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған «Әр өлеңі бір әлем» атты бағдарламамызды ұсынамыз. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы дүниеден өткен. Шын есімі Мұхаметқали. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманына лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1948-1949 жылдары Казму-дың филология факультетінің студенті. 1948 жылы оқуын тастап, Шебут ауылында ауылдық кеңестің хатшысы. 1949 жылы көктемде жары Лашынмен отау құрады. 1949 жылы советтік шекара газеті ақынның «Қырман басында қойшы бала Кітай» деген өлеңдерін жариялайды. 1950 жылдары Алматыдағы шет тілдері институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. 1954 жылы Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылдың ішінде ақынның 3 өлеңі «Әдебиет және искусство» журналында жарияланады. 1957 жылы Республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1960-62 жылдары советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі. 1963-1965 жылдары мәдениет және тұрмыс журналдарында жұмыс істейді. Ауыл орта мектебін 1948 жылы бітіріп, өз ауылында комсомол кеңес қызметтерінде болған. Кейін аудандық газетте әдеби қызметкер, қазақ радиосында диктор болған. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы шет тілдер институтының неміс тілі қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып, Мәскеудегі Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Онан соң социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде мәдениет және тұрмыс, Парасат, Жұлдыз журналдарының редакциясында, Қазақстан жазушылар одағында қызмет атқарған. Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбастарын танытып, өнімді еңбектене білді. Ильич, армысыңдар достар, қарлығашым келдің бе, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің атты жыр жинақтарының көзінің тірісінде жариялап үлгерді. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары, осының бәрі Мұқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, Тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесімменен, әр жүрекпен тіл табысар сыршыл да шыншыл сезіммен нағыз поэзияға ғана бейнелі образдармен бедерлеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Аз ғұмыры ішінде бірнеше лирикалық жыр жинағы мен дастандарын ұсынған. Жыр аудармасы саласында Шекспирдің сонеттерін, Дантенің құдіретті комедиясын қазақшалады. Ақынның «Саржалау», «Сөнбейді әже шырағың», «Кел еркем», «Алатауыңа» өлеңдерін сазгер тілендеп ән шығарған. Ақынның туған ауданында бір орта мектеп, Алматы қаласында көше және гимназиялар оның есімімен аталады. Ақынның тұңғыш өлеңдері «Қырман басында қойшы бала Кітай» аудандағы советтік шекара газетінде жарияланады. Інімнің ойы, шебер өлеңдері жастық жыры атты жинаққа енді. Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Тәжібаев, өзіңнен де жігерлеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтан басқа бола ма деген еді. Ол 1976 жылы 27 наурызда Алматыда дүниеден өткен. Здравствуйте, уважаемые читатели! Наше мероприятие посвящается 90-летию Мұқағали Мақатаева под названием «Әр өлеңі бір әлем». Мұқағали Мақатаев родился в 1931 году в селе Қарасаз Нарынкольского района Алматинской области. Умер в марте 1976 году.
казахский советский поэт и писатель, переводчик. Окончил среднюю школу, работал секретарем аулсовета, заведующим Красной юртой, работником комсомольских органов, литературным сотрудником районной газеты. Где бы ему ни приходилось работать, главным для него было, как донести до читателя то, что переполняло его, не давало покоя. Первые стихи 17-летнему Мукагали увидели свет в 1948 году в газете «Советская граница», ведь родом он был из Нарынкольского приграничья. Стихи всегда полны упоминаний этих мест, и смертельно больной он просит отвезти его в родной аул в надежде, что спасти его может только родная земля. А вот первая книга стихов Макатаева вышла, когда ему было 33 и оставалось всего 12 лет жизни. Он очень много работал. Даже тогда, когда был уже серьезно болен и осознавал, что жить остается недолго, в своем дневнике он записал: «После всяких потрясений и моральных, и материальных оказался в больнице. Больница мне помогла. После долгой разлуки мы встретились с поэзией, как влюбленные. Видать, соскучились друг без друга. В течение 2 месяцев написано около 4000 стихотворных строк. Работал по совести, не думая, возьмется ли кто-нибудь опубликовать их. И действительно, прижизненное его издание можно перечесть по пальцам одной руки. «Ласточка-то прилетела», «Мавр», «Дорига», «Когда спят лебеди». Одну из лучших своих книг «Жизнь поэма» поэт подготовил, но не увидел вышедший в свет, когда в 1979 году в издательстве «Жазушы» вышла книга «Жизнь озера», а в 1984 году «Шолпан», то стало очевидным: Мукагали Макатаев не издал при жизни и половины написанного им. Это была трагедией для поэта, осознававшего свою творческую силу, свое место в национальной поэзии. Сердце Мукагали стало давать сбой. Он прожил бурную, полную лишений жизнь, его часто не понимали. Первый сборник стихов вышел только через 13 лет после поэтического дебюта. А переводов своих произведений на русский язык Мукагали так и не увидел. Поэт никогда не роптал на жизнь, потому что главным для него было творчество. Слава Мукагали Макатаева пришла после смерти. Уникальным стало иллюстрированное издание «Божественной комедии» Данте в его переводе. Поэтические сборники вошли в золотой фонд казахской поэзии, а нежные поэтические строки положены на музыку и звучат песнями. Мукагали Макатаев начал печататься в 1948 году. Известность ему принесла поэма «Апассионата», поэмы «Ильич и Мавр», поэтические сборники «Привет, друзья», «Ласточка моя», «Сердце мое», «Лебеди не спят», «Тепло жизни», поэма жизни, «Река жизни», «Биение сердца», «Шолпан» и другие вошли в золотой фонд казахской национальной поэзии. Прозаические произведения вошли в сборник под названием «Две ласточки». Многие стихи Макатаева положены на музыку. Макатаев перевел на казахский язык сонеты у Шекспира, стихи Уитмена, поэму «Божественная комедия» Данте и другие. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сен де біз, кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Қалтарыс бұлтарысы мың сан қабат, қызық өмір ақырын тұрсаң қарап. Біреулердің еңбегі еш сор бол, біреулердің бақыты жүр сорғалап. Қызық өмір күндізсіз онысымен, алысымен құлазы торысымен. Тағдыр түрлі болғанымен өмір білем, ұнатамын өмірді сол ішімен. Ұнайды өмір ынтымақ күресімен. Құр қалмайды ешкімге үлесімен. Өліп талып жеткенде бақытына, шор түзіліп тағдыр түгесілген. Дүниенің ағын да, қарасын да мұңқ етпейсің,
қабылдап аласың да. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба. Жер мен көктің желпініп арасында, желгесің, түсесің қара суға, құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, зымырап барасың ба. Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоқ оған аласымда. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқындап өмірім барасың ба. Шаң шығарып ізімнен қиындаған, барасың ба өмірім қиындаған. Сиын маған, ей өмір, сиын маған. Сиын далам, мен сенен бұйырмаған. Ей өмір.